Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мына Ақжайық шипажайында көптеген үлкен кісілер осында ем алып, дем алып жүреді. Сонда бүгін 88 жасқа қараған Мұхаммед Садық Хабибұлы ағамызбен, атамызбен кездесіп отырмын. Өзінің әкелері кезінде 20 ғасырдағы жаппай компиske кезеңінде елден кетуге мәжбүр болған екен. Сол жөнінде әңгімелесетін боламыз. Аға, бірінші өзіңізді таныстырып жіберсеңіз, аты жөніңіз, руыңыз? Мен шын атым Мұхаммед Садық Хабибұлы Мырзағалиев фамилиям. Енді Россияда өскесін, онда әлгі двойной фамилия жоқ, Садық деп кеткен. Со Садық болып жүр. Руым қожа. Бастың қожасы, бас болғанда мына не моçақты көрді қазір. Айта беріңіз. Бөкей ордасынанбыз, біздер сол Бөкей ордасының қожасымыз. Туған әке-шешем туған жері Қаракөл деген ауылдан. Әкем де шешем де сөйледі, ата-бабам бәрі сөйледі. Анаңыздың руы кім? Анам да не қазір айтайын. Әкем кедей қожа. Кек салған қожа. Кек салған қожа, да? Кек салған қожа деп айтады біздерді. Анам ол да қожа болғанда Мырза қожа. Мырза қожа. Енді не нетеді? Екі бөлім. Иә, бірақ нетеді, әлгі үйленуге болады. Жеті атадан асады нелер. Асады, иә. Түсінікті. Енді жаңағы өзіңіздің әкеңіздің ағайындары солар ғой, қуғын көріп елден кетуге мәжбүр болды. Елден мәжбүр болды, кетуге. Аштық болған, сол неге Сталинградқа барған. Олардың малдары бұрын болған жоқ бетті? В общем, үлкен әлгі бай болған жоқ, бірақ середняк болыпты. Малы болған, көп емес, но малы болған. Содан сол малды компискелегесін бұлар Россияға кеткен. Россияға кетіп, әкем екі ағасымен кеткен. Ағаларыңыздың есімі? Ең үлкен ағасының есімі Сағит Оқас. Екінші ағасының несі Әбілкәрім. Әбілкәрім. Бұл кішісі да, үш ағайынды жігіт кетіп тұр, да? Сосын әкем ғой кеткен. Сол үшеуі. Үшеуі кеткен. Олар ол кезеңде отбасылы ма? Ол кезеңде үйленген ба? Иә, мен соңында үлкен ағасының балалары болған. Бір қызы, екі қызы болған, үш қызы болған. Екі ме, үш баласы болған. Екінші Әбілкәрімде семья болмаған. Семья үйленген, бірақ балалары кішкентайында қайтыс болған. Содан сол бойдақ қалған. Не кісі өзі орта бойда, сосын бүкірлеу өтті құрттай. Сондай несі болған. Содан сол үйленген бірнеше рет бала тұрмаған. Содан сол бойдағы жүріп, сол әкемнің қолында болған. Содан сол... Сіздің әкеңіз үйленген ба ол кезде? Иә, үйленген, әкем апам болды. Ең үлкен апам болды 20-ші жылға, Марқаба деген. Сосын тағы балалары болған, бірақ бәрі қайтыс болған. Содан сол әкемнен 3 кісі қалдық біз. Ең үлкен апам Марқаба, сосын мен ағам болды, Қаһарман деген. Арамызда бір қыз болған, Мәлика деген ол қайтыс болған. Сосын үшінші мен. Сіз нешінші жылғысыз? Мен 37-мін. 37. Елден көшкен кезеңде жаңағы ағайындар сол отбасымен бәрі бірге көшіп кеткен ба? Иә, бірге көшкен бәрі де. Ол кездегі мебель жоқ қой, бір неге текемет, сосын шынияқ нелер тиіп алады, жүре береді. Мен ол кезде мебель жоқ.
көшкенде қалай қарай көшкен? Осы ордадан көшіп тұр ма? Ордадан, Бөкей ордасынан көшіп, бір неден шығай, ар жағы Сталинград қой, облыс. Аха. Немен, шекаралас қой. Иә. Сол Сталинградқа барған, Сталинградта бір мекемеге кірген, мекемеге кіріп, жұмыс істеп жүргенде, енді бәріне жүгіру керек, шиетін әлгі нанға, сүтке деген сияқты. Сөйтіп жүргенде бір орыс келді, айтты, истинный животноводтар мұнда неғып жүр? Животновод. Сіздер әкелеміз де, енді қазақ животновод қой, мал өсірген ғой. Истинный животноводтар мұнда неғып жүрсіздер қалада? Давайте мен сіздерді алып кетемін деп. Машинамен келген, енді не машина, бортовой машина болар. Соған тиеп алғанда алып кеткен. Ауданда апарып, Чернышев ауданы, Чернышевский район, Сталинградской области. Сонда малға апарған. Малға кіргізген, біреуін жылқышы еткен, біреуін шопан еткен, біреуін мал баққызған, сөйтіп, сол Ресейде қалып қойғанбыз. Негізі еліміз, елдері Қаракөл деген жер. Қаракөл деген жер, станция Шунай дейді, Шунайский ауыл совет дейді. Шунгайский. Қазақта Шунай дейді ғой, Шунай ауыл советі. Сіз сол Ресей жақта олар отбасымен барлығымыз сол жақта тұрып, мына 37, 38, 41, 45 кезеңдерде бұлай аман қалды ғой, Аман қалды. 45-те ең үлкен ағасы қайтыс болды, соғыс басталған қайтыс болған. Бала шағасы қалған, сонда әкем айтты, мына бала шағам сенің мойнында депті. Әкем ағасы Әбілкәрім, семьясы жоқ. Сол әкем қолында болған. Әкемді енді неткенде 41 жасында, әкем 96 жылға. Бұлай бойшанды, здоровый кіседі. Бірақ ауырылғанда аяғы жас кезінде бәрі неде істеген, дұзда істеген. Алапес, аяқтары алапес дүшіп қойды екен. Содан әкеме айтыпты басқарма, сен малды, колхоздың малын эвакуация етесің. Бір екі шалмен, орыстың шалмен әкем үшеуі колхоздың малын айдаған. Эвакуация осы Қазақстан жағына. Содан сол малды айдап, ірі қара алған. Нелерді алмаған. Қашар, то есть бұрау, неден бәрді. Қой колхозда жоқ болған, қойды алмаған. Негесін неден өтәлмейді. Судан. Дон. Ағысы күшті дейді. Сосын кетерде әкем айтты. Мана бұзау бар кісілер сиырды бұзаумен қалдырайық, тек қана бойдақтарды алайық. Қашар, мысалы, тайөгөз, олар енді күші бар, әлі бар, судан өтеді. Бұлар өтеді. Жүзі өтеді. Мына нелер, жастар суға өтеді. Сөйтіп, сол үш кісі колхоздың малын айдап, тылға кеткен. Сол малды айдап барып, не дейді, Астрахан облысын бір колхозына апарып кеткен. Апарып тапсырып, сонда қалып қойған. Соғыс басталып кеткен. Неміс келе ашырып, сосын бұлар не бітірсін? Добровольный болып, өздері армияға сұраған, добровольный болып. Бұларды енді армияға алмаған, көмекші қойған. Әлгі райнлер тасуға, өлген кісілер тасуға, өлген солдаттарды. Сөйтіп жүрдік. Сөйтіп сол соғыс өткенде елге аман қайтқан. Сосын сіз мана айттыңыз ғой, сіз жас кезіңізде осы жақтан оқу оқып, содан кейін Жымпитыға қызметке бардым деп. Сосын Жымпитыға қызметке барған кезіңде әкеңіз сол жерде көп жер сыналмады деп. Иә. Әкем Жымпита тұрдық. Мен пединститут бітірдім. Мені сол Бұлдырды мектебіне жіберді. Жымпита ауданы Бұлдырды.
совхозы болды, Бұлдыр деген үлкен совхоз. Сонда мұғалім болдым. Бір жыл мұғалім болғаннан кейін мені неге Тасқұз мектебіне жіберді, завуч еді. Сонда мен завуч болып жұмыс істедім. Сонда мені райкомға алды. Жымбиті райкомына. Жымбиті райкомына алғанда, сол жаңа айттым ғой, мені орысша жақсы біледі. Сол хатшыларға баяндама жазамын. Жаңа әкеңіз, сіз мана сөз арасында айтып қалдыңыз ғой, емші болды ма, аруақ болды ма деп. Арқалы адам болды. Кісі емдеді ме? Жоқ, емдеген жоқ. Кісі емдеген жоқ. Арқалы екендігін қайдан білдіңіздер? Арқалы дегенде көзіне жын, пері жын көрінеді. Иә, сол айтатын. Мынау таза жер емес, жын болған жерде. Сөйтіп сол, бірақ өзі кісі емдеген жоқ, неткен жоқ. Тек сол арқалы. Бұлай өзі дұғаларын оқып сөйтіп жүретін, ораза ұстап. Ораза ұстады. Өлгенше ораза менен немен кетті. Намаз ұстады. Сақтады, намазын оқып, оразасын ұстады. Намаз оқыды, Құран оқыды. Сол Құранды, соны оққан, сол мен құлағыма қалды. Осыдан кейін мен де Құран оқимын. Енді молдалығы жоқ, бірақ өзім үшін жұма сайын Құран оқимын. Әке-шешелеріме, ата-бабаларыма арнап. Сосын әлгі құрбы-құрдастарыма арнап сөйтіп бүйтіп. Бүгін мен осында демалып жатырмын ғой. Бүгін Ақашаев қой, осында осы шипажайда главный врач болған Марат Ақашаев. Соған бүгін Құран бағыштадым. Құран бағыштадым, бағынып отырып айтқан, мен осы неге шипажайға барсам, сол Маратты еске алам деп. Сөйтіп, сол нанасың балам. Еске алғаннан кейін біртүрлі желдік кірді маған. Сол ана груз болып жүр екен. Соны құтылғанша. Дәметет дейді ғой оларда. Иә, солай деп айтады ғой. Солай болып жүрген болар. Еске алатын едім. Енді жақсы құрдас болдық. Ол врач болды, құрдас болдық. Таныстық. Екеуміз құрдас едік. Соны ойлап жүрген. Маған хабар келген жоқ қайтыс болғанда. Оралда қайтыс болыпты. Семьясы Оралда, семьясымен араласып болған жоқпын. Қазір сізде отбасы, бала-шаға? Бала-шаға дегенде менде 2 қыз. Үлкен қызым Оралда тұрады, пәтері бар, жұмысы бар. Мен Ақсайда тұрмын. Кіші қызым Америкада тұрады. Кіші қызым күйеу балам иностранец. Импортный. Иностранец. Иностранец болғанда немекам. Италиядан. Әлгі итальянец емес, олар нелер, итальянец қап-қара болады ғой. Бұл көзі көк, аққаша, сондай. Неде тұрады? Сицилианец дейді. Оған итальянец ренжитін еді. Я не итальянец, я сицилианец деп. Сонда мен сұрайын ғой, сынок, какая разница? Орысша жақсы сөйлейді. Айтады, біз ана елдің қарауында болдық, мына елдің қарауында болдық дейді. Италияның қарауында болдық. Содан Сицилияда тұрады. Құдаларым тірі әлі. Онда барып демалып та келдім, құдаларға барып. Жақсы. Шақырдым, Қазақстанға жүріңдер, көріңдер деп. Бас жейсіңдер деп. Шошып кетті бас дегенде, мен баранья болып. Мен баранья голова болғанда кесіп бермейді. Оны үйтіп, обработка істеп береді деп. Сортан қалды. Мен сосын біздер нені етті қолмен жейміз. Шаншымен жемейміз. Қолға мол нетеді. Етті алғанда мол аласын деймін ғой. Асату деген болады. Бәрін өзімше түсіндірдім. Күледі. Жақсы. Біздің неміз солай. Жақсы аға, көп рахмет. Өзіңіздің ата-бабаларыңыз, әкелеріңіздің басынан өткергендері жөнінде айтып бергеніңізге аманшылықта болыңыз. Деніңіз сау болсын, ұзақ ғұмыр кешіңіз. Рахмет айналайын. Бақытты бол.